Эфирде кино бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар. Сондай-ақ жаңадан жарық көрген Мэри Поппинс возвращается мюзиклі жайлы. Және Т-34 тарихи туындысы туралы тарқатып айтатын боламыз. Бағдарламамыздың бүгінгі санында көретіндеріңіз. Галактика сақшылары лентасының жалғасына кім режиссер болмақ? Люди в черном 4 International фантастикалық боевигінің тизері жарияланды. Кино бизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы актер Жанбай Жанбаев. Лишь один человек войдет сюда, тот, чьи достоинства скрыты в глубине. Необработанный алмаз. Желіде Walt Disney студиясы түсіріп жатқан Аладдин ертегісінің алғашқы тизерінің премьерасы болды. Жоба 1992 жылы жарық көрген сиқырлы шамның арқасында Жасмин есімді сұлу ханшайымның қасынан біраз шығатын ұрлықшы сері туралы мультфильмнің ойындық үлгісі болмақ. Фильм режиссері болып Гай Ричи таңдалған. Уолт Диснейдің өзге красавица и чудовище картинасы секілді Аладдин де мюзиклге айналмақ. Көрермендер мультфильм арқылы бұрыннан белгілі және өзге де жаңа композицияларды естейтін болады. Мультфильмнің алғашқы нұсқасы әлемдік прокаттан сол кездегі ең үлкен сома $500 миллион жинап өз жанрының озық туындысы атанған еді. Аладдинді дүниеге алып келгендердің еңбегі үлкен марапаттармен де бағаланды. Олардың ішінде Оскар сыйлығы да бар. Фильм прокатқа 2019 жылдың мамыр айында шығады деп жоспарланған. Стамбул қаласында алғашқы халықаралық достық киса фильм фестиваль қысқа метрлі фильмдер байқауы өтті. Ален Рахметалиев есімді қазақстандық режиссердің «Последний учитель» лентасы екінші орын алды. Қысқа метрлі туындының сюжеті шынайы оқиғаға негізделген. Туынды ұзақ уақыт бойы шәкірттермен қиын қарым-қатынаста болған мектеп оқытушысы жайлы сыр шертеді. Ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше, бұл халықаралық конкурсқа әлемнің 80 елінен 800-ге жуық жұмыс қатысқан. Так, что за бред? Флот суверенно заходит на нас с тыла. Что им нужно? Может, батареи, что умыкнул ракета? Чувак! Marvel киностудиясы «Галактика сақшылары» лентасының 3-ші бөліміне режиссер ретінде Адам Маккейді шақыруға даяр. Ол Человек-муравей комиксін экранизациялаған мамандардың бірі. Компанияның басшылығымен өткен келіссөздер жайлы Маккей өзінің сұхбаттарының бірінде айтқан. Адам Маккей бұған дейін «Сверхлюди» фильмінің қоюшы режиссерлығына үміткер атанған еді. Дегенмен бұл хикаяны телевизиялық сериал ретінде жарыққа шығару жайлы шешім қабылданды. Маккей 2018 жылғы марапаттар маусымының кәсіби сыйлығына үміткер жандардың бірі. Оның өз сценариймен таспаланған «Власть» картинасы киносыншылар тарапынан өте жоғары бағаланып, қазіргі таңда бәйгеден дәмелі туындылар қатарына енді. Мы с тобой сработаемся. Добро! Боковое зеркало! Ого! Ғаламторда «Люди в черном 4 International» фильмінің трейлері жарық көрді. Бұл Sony кинокомпаниясының әйгілі ғылыми фантастикалық комедиялық туындысы. Жаңа фильмде Крис Хемсворт пен Тесс Томпсон сомдаған агенттер жат планеталықтардың төндірген қауіпіне қарсы шықпақ. Сценарий авторлары Мэтт Хэллоуэй мен Арт Марк екеуі «Железный человек» атты әйгілі комиксте еңбек еткен. Гарри Грей режиссерлік еткен фантастикалық боевик көктемде айналымға шықпақ. Бұл туындыда Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон мен тағы басқалары бой көрсеткен. Режиссері Барри Зонненфельд болған «Люди в черном» франшизасының алғашқы лентасы 1997 жылы жарыққа шыққан еді. Картина $90 миллион бюджетімен жаһандық прокаттан $600 миллион пайдаға кенелген болатын. Фильмдегі басты рөлді Уилл Смит пен Томми Ли Джонс сомдады. Картина Оскар марапатының 3 мәрте үміткері атанып, үздік грим номинациясы бойынша жеңімпаз болды. Жаңа жылдың алғашқы премьералық аптасында Мэри Поппинс возвращается ертегісі үлкен экрандарға шығады.
Бұл 1964 жылғы Диснейлік классиканың сиквелі. Жаңа фильмде бала қараушысының образында «Грань будущего» картинасының жұлдызы Эмили Блант ойнайды. Сценарий авторы «Волшебная страна» және «Жизнь Пи» фильмдер үшін Оскар сыйлығына үміткер болған Давид Маги. Лентаға режиссерлік еткен Чикаго музыкалық романы мен «Пираты Карибского моря на странных берегах» фэнтезинен танылған Роб Маршалл. Папа, тетя Джейн, скорее! Скорее же! В чем дело? Что случилось? Я запустил змея, а тот зацепился за няню. Ничего не понимаю. Идем, я покажу. Постой, где ты его взял? Нашел там, в парке. Если бы не она, он бы улетел. Мэри? Поппинс? Картинадағы жаңа оқиға Памела Треверстің кітабының желісімен таспаланған түпнұсқа лентадағы жайттан кейінгі 25 жыл өткен шақты суреттемек. Картинаның сюжеті де белгілі болды. Мэри Поппинс жайлы баршаға белгілі оқиғадан соң біраз уақыт өтті. Балалар ержетіп ұлы дағдарыста келді. Бен Уишоу өзі өскен үйдің мұрагері атанған Майкл Бэнкстің рөлін сомдайды. Ол өзінің қарындасы Джейнмен бірге тұрады. Қос кейіпкерге Колин Фёрд рөлді сомдаған зиянкес банк қызметшісі тыныштық беретін емес. Осы сәтте Майклдың өмірінде британдық акценті бар. Қартаймайтын бала күтушісі қайтадан пайда болмақ. Осторожно, с ветром шутки плохи, Джорджи. Чуть было не упустил змея. А вы чуть не упустили Джорджи. Эмили Бланттың айтуынша, ол Диснейдің классикасына айналған мюзиклді Мэри Поппинсті ертеде сомдаған Джули Эндрюске еш ұқсағысы келмеген. Блант автор Памела Треверстің кітабын ыждахаттылықпен оқиғанын баяндады. Сондықтан ол сомдаған Мэри Поппинс бұрынғы Эндрюс ойнаған образдан өзгеше шыққанына сенімді. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Осы аптадан бастап прокаттан жоғары бюджетті Т-34 ресейлік әскери экшн драманы да көруге болады. Мамандардың айтуынша фильм режиссері әрі сценаристі Алексей Сидоров туындыны жас ұрпақты соғыс тарихына қызықтырарлықтай және ұлы отан соғысын жадында сақтап келгендердің көзқарасы бұзылмайтындай етіп таспалаған. Картинада бірнеше танк түсірілген. Олардың бірі соғыс кезінде жау танкілермен атылған шынайы Т-34. Машинаны фильм үшін арнайы қайта жөндеуден өткізген. Қозғалтқышын ауыстырып, атаңызға айналған Т-34-ті толығымен қалпына келтіріпті. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Du stellst eine russische Panzerbesatzung zusammen. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. В назначенный день ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам. Т-34-тің түсірілімі 23 ақпанда басталып 61 күнге созылды. Оның бір бөлігі Мәскеу қаласында, Калуга және Мәскеу облыстарында таспаланды. Және Чехияның Прагасында, Терезиринеде, Локет бекінісі мен Рудольфиниум концерт залында түсірілді. Картина үшін үлкен 25 декорация даярланған. Олардың қатарында орыс деревнясы, әскери тұтқындар лагері, неміс полигоны мен темір жол вокзалы бар. Вроде оторвались. Приказ быть тише воды теперь. Есть быть тише воды. Адамзат баласы сынға түскен уақытта, туғанының тағдыры әркімнің ісіне байланысты болған шақта, екі ұлы дұшпан өзінің текетіресін бастамақ. Меня зовут Клаус. Как Санта-Клаус, понимаешь? Можешь загадать новогоднее желание. Чтоб тебя печень лопнула. Тұтқынға түскен кешегі курсант Ивушкин қашуды ойластырады. Ол өз экипажының басын қосып, әйгілі 34-ке мініп, тәжірибелі ягер бастаған неміс танкистеріне қарсы тұрмақ. Өз махаббаты мен отан үшін ол ақырына дейін айқаспақ. Накануне Рождества добрый дядя в красном возвращается в кинотеатры с новым помощником Фредом. Я где вообще? В семейной версии Дэдпула. Пропущенный?
Через призму детской невинности. Я давно не ребенок. А ты у нас настоящий мастер по части детской невинности. Ты мне нужен так же, как я тебе. Ты мне не нужен. Вообще? Нет, нужен, чтобы развязать. Когда закончим? Дэдпул 2 картинасының түсірілімі кезінде режиссер Дэвид Лич пен бас кейіпкердің рөлін сомдаушы Райан Рейнольдс Дэдпулдың былапыт сөзбен қатыгез эпизодтары жоқ отбасылық нұсқасын таспалау туралы ойға келген. Содан бері жарты жыл өте жалданбалы жауыз бұзақы туралы фильмнің сиквелінің премьерасынан кейін ауыр мінезді жасөспірімді қамқорлығына алған командасы бар Дэдпулдың жұмсартылған сериясы үлкен экрандарға шықты. Аудитория көлемі кеңейтілген тың туындыда көрермендер шытырманға толы оқиға мен жаңа кейіпкерлерді көретін болады. Ағымдағы аптада отандық прокаттан елбасы жолы, Астана және бизнес по-казахски в Африке картиналарын көруге болады. Африкада өткен түсірілім процесінің қызығы мен шыжығы жайында актер Жанбай Жанбаев эксклюзивті сұхбат барысында баяндап берді. Сөз кезегін әріптесім Бекболат Уәлиевке беремін. Сегодня в гостях Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Балтық елдері және Қазақстан кинематографистер одағының мүшесі, таныстыруды қажет етпейтін актер, баршамызға белгілі Перекрестік және Рэкетир жобаларының жарқын жұлдызы, сондай-ақ соңғы шыққан бизнес по-казахски франшизасының қатысушысы Жанбай Жанбаев. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Студиямызға қош келдіңіз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Қазақстандық прокаттан қазір сіздің қатысуыңызбен 2 бірдей картинаны көруге болады. Олар елбасы жолы Астана және бизнес по-казахски в Африке жобалары. Бизнес по-казахски туралы кейінірек сөйлесеміз. Қазір елбасы жолы Астана фильмі жайында айтсаңыз. Ну, во-первых, Бекболат, это действительно был очень волнительный проект. Біріншіден Бекболат, мен үшін бұл өте маңызды жоба болды. Мені Әділбек Жақсыбековтың рөлін ойнауға шақырғандағы әсерімді сөзбен жеткізе алмаспын. Шынымды айтсам, бастапқыда мен сенген жоқпын. Өйткені соңғы 2-3 жыл бойы мені тек комедиялық рөлдерге және әртүрлі боевиктерге ғана шақырып келді. Бірақ кенеттен осындай саяси жобаға қатысуға ұсыныс түсті. Бұған дейін бұл картинаны Рүстем Әбдірашев түсірген кезде көрген болатынмын. Ал Снежкиннің еңбегімен өкінішке орай таныса алмадым. Картиналар өте қызықты, көркем әрі халыққа жақын. Ал мені кезекті картинаға қатысуға Ақан Сатаев шақырған кезде қатты таңғалдым. Біріншіден, Ақан Сатаев менің жақын жолдасым, әріптесім. Өздеріңіз білетіндей, мен оның көптеген танымал картиналарына түстім. Кейін жаңа жобасына шақырып, маған жаңа рөлді сені тапсыратындарын айтты. Мен өз прототипімнің материалдарын зерттеуге кірістім. Ол қалай сөйлейді, жүріс-тұрысы қандай? Менің кейіпкерім жайында біз Ақан екеуміз көп сөйлестік. Әрине, мен қатты қобалжыдым, себебі артылған жауапкершілік үлкен болды. Мемлекеттік қайраткердің қазіргі таңда саяси қызметте жүрген жоғары лауазымды адамның рөлін ойнау оңай шаруа емес. Бұл өте ауыр жүк және міндет. Әрине, мен келістім, себебі жеке басым үшін Әділбек Рыскелдіұлының рөлін ойнау қызық болды. Бұл образ жайлы біз ұзақ сөйлестік, жіті дайындалдық. Оның жүрісін, мінезін, күлгенін айнытпай келтіру керек деген тапсырма қойылған жоқ. Мен пародист емеспін, мен актермін. Ол жерде назарға алатын бір маңызды ерекшелік болды. Оның мұрны менікінен кішкене үлкенірек. Оған көшірмені біз бизнес по-казахски в Америке фильмін түсіріп жүргенде Лос-Анджелесте жасады. Себебі ағылшын гримерлері әлгі көшірмені жасау үшін Алматыға келгенде мен шетелде болдым. Сөйтіп менің Голливудта екенімді естіген олар ақштағы әріптестеріне хабарласып, сол жақта жасауға өтініш білдірді. Қалғанының барлығын қатарларында Оскар сыйлығын алған мамандары бар гримерлер жасады. Ол процесс мен үшін өте қызықты болды. Өйткені грим жасау мен үшін бірінші рет. Ол өте нәзік силиконнан жасалған. Оны менің бетіме қою үшін күнде 2 сағат уақыт кетіп отырды. Қарап тұрсаң жай ғана мұрын, ал жұмыс сондай ұзақ. 2 сағатта грим 40 минуттық жұмыс үшін жасалатын. Бірақ кейін фильм түсірілімінің аяқталар шағында гримді жасау жарты сағатқа азайды. Яғни қолдары әбден машықтанған соң үйреншікті жұмысқа айналды. Мен орындыққа отыра салып жақсы көретін шаруама кірісетінмін. Мен жай ғана ұйықтап қалатынмын. Гримерлер өз жұмысын өте тиянақты істейтін. Менен барлығы мұрныңдағыны қалай тағып жүрдің? Ыңғайсыз емес пе деп сұрайтын. Ал мен ол туралы мүлдем ұмытып кетесің дейтінмін.
Бұл еш нәрсе емес. Елбасының рөлін сомдаған Мұрат Ахмановтың гримі кеудесінен бастап, шашына дейін киілетін силиконды маска болатын. Грим өте сапалы жасалғанын мойындау керек. Кейбіреулері тіпті елбасы өзінің рөлін өзі ойнап жүрме деп сұрайтын. Оған қоса дауыс бар. Біз бетімізде бір нәрсенің барын ұмытып кететінбіз. Так вот я спрашивал Мурата, он говорит, мы просто забывали о том, что у нас на лице что-то есть. Надеемся, казахстанские зрители оценят фильм. Қазақстандық көрермендер бұл фильмге жоғары бағасын береді деген үміттеміз. Енді «Бизнес по-казахски в Африке» картинасына тоқталсақ. Қазақстандағы ең әйгілі франшиза «Бизнес по-казахски» продюсер әйгілі Нұрлан Қоянбаев. Актерлік құрамда тамаша. Сіздер биыл фильмді Африкаға барып түсірдіңіздер. Африкаға бару және Найробиде тер төгу қаншалықты ерекше болды. Жұмыс барысы қазақстандық мәнерге ұқсайды ма екен? Насколько они отличались, эти съемочные смены от казахстанских? Вы знаете, работать с Нурланом Қоянбаевым, это вообще... Нұрлан Қоянбаевпен жұмыс істеу тосын сыйларға толы. Жақсы мағынада айтып отырмын. Ол өзі ерекше тартуларды даярлап отыратын ерекше тапқыр жан. Өйткені онымен серіктес болсаң, келер жылы қайда баратыныңды тіпті білмейсің. Мысалы, «Бизнес по-казахски в Америке» лентасын түсірген кезде ол ақш еліне баратынымыз жөнінде 3 ай қалғанда ғана айтты. Бастапқыда 3-ші фильмді Еуропада, бәлкім Францияда таспалаймыз деген болжамдар айтылды. Бұл идея маған өте ұнады. Өйткені мен Парижге саяхаттап барғанмын. Маған бұл мемлекеттің өзі, адамдары, қаланың өзіндік атмосферасы қатты ұнады. Мен осы жаңалықты қуана қабылдап, қашан аттанамыз деп сұрағанымда, жаз маусымында жолға шығамыз деді. Дегенмен іс-сапарға 1 ай қалған кезде локация аяқ асты ауысып кетті. Енді Африкаға аттанамыз деген ақпарат менің төбіме жай түсіргендей болды. Қайталап сұрасам, ешқандай әзілсіз Африкаға аттанып барады екенбіз. Вы переиграли, я говорю, что, куда пойдем? В Африку. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Он говорит, нет, серьезно, в Африку поедем. То есть бизнес по-казахски. Демек, бизнес по-казахски во Франции өзгеріп кетті ғой. Я, неге фильм түсіретін жеріміз күрт өзгеріске ұшырады деген сауалыма Франция елінде көптеген фильмдер түсірілді деген жауап естідім. Қазақтар таспаламаса да, мысалы ресейлік режиссерлердің өзі бірнеше комедиялық лентасын Францияда дүниеге келтірген. Сондықтан бұл аздап жауыр болған тақырып болғандықтан Нұрлан картинасын Африкада түсіруге бел буады. Кухня телехикаясының толық метражды нұсқасы да Францияда түсірілген еді ғой. Я, ресейлік сериал. Сондықтан біздің көрерменді Франциямен таңғалдыра алмайсың. Еуропада болған отандастарымыз жеткілікті. Бірақ Африкада болған жандар саусақпен санарлық. Мысалы, Африкада болған адамның бірі менің қызым. Оның менен 4 жыл бұрын Африкаға табаны тиіп, Кения еліне барып қайтқан. Біз Африканың ыстық күніне күйеміз деген үмітпен, жылы киім алмастан тым сенімді келдік. Бірақ оның да тигізген пайдасы шамалы. Ол жақта қатты жаурадық. Түсірілім алаңына біздің ұжымды әрі-бері тасыған автобус алдымен Найроби қаласынан шығатын. Сосын түнімен плантацияларға жететінбіз. Жолымыз 1,5 сағатты құрайтын. Шамамен біз 100 шақырымдай жүрдік. Африкада көліктердің ішіндегі автоматты пеш істемейді. Сондықтан жолда кетіп бара жатып біз тіпті үсіп қала жаздайтынбыз. Осылай суыққа төзіп жүріп, сағат түскі 12-лер шамасында күн арқан бойы көтерілген шақты асыға күтіп жүресің. Күндізгі 15 градустық жылылық бізді ең болмағанда осылай қуантатын. Таңғы 7-лер шамасында қайтадан түсірілім алаңына аттанғанда бізді суық тағы қарсы алатын. Осының бәріне төзіп, күннің көзін аңсай жүріп, жобамызды сәтті таспаладық. Немножко спрячется за тучки, но что-то так и согреется до плюс 14-15. А утром, такие часов в 7 утра, когда мы приезжали на площадку, мы приезжали где-то 5:30 выезжали, там просто пар шел изо рта. Там вот такой был, это просто было очень неприятно. Демек, картинада жалпы киімсіз ойнаған кейіпкерлеріміздің жағдайы қиындау болған екен ғой. Совершенно верно. Это было для них. Мы все играли. Дұрыс айтасыз. Біз Нұрлан екеуміз жейдешең жүрдік. Қызық жағдай болған. Бір сахнамызды таспалап болған сәт еді. Жаңбыр жауып тұр. Аздап дымқыл. Нұрлан менің үстімдегі пиджакқа қарап, сенің жолың болғыш екен деді. Мен болсам біздің костюме суретшімізге алғысымды жаудырып жатырмын. Маған осындай образды ойлап тауып, костюм кигізіп қойған сол кісілер ғой. Я говорю, спасибо нашему костюмеру, художник костюмер, да, что он сразу изначально такой костюм мне придумал, лук так называемый. Ну и Жан, такой вопрос. Жан, сіз көптеген қазақстандықтар үшін сүйікті актердің бірісіз. Сондықтан экрандағы сіздің жұмыстарыңызды көру үлкен бір ғанибет деп айтар едім. Жаңа жылда сізді қандай жаңа жобалардан көре аламыз? Осы жылға қандай жоспарларыңыз бар? Творческие планы на этот год, на этот сезон. Вы знаете, обычно все актеры, да вообще, мне кажется, все киношники, они суеверные.
Есть такое расхожее такое, в смысле, выражение. Менің ойымша барлық киногерлер мен актерлер қауымы өте ырымшыл келеді. Құдай таңдайды, адам орындайды деген тамаша бір сөз бар емес пе? Сен келісім шартқа отырып қойған соң, режиссердің мотор деген үнін естіп, бірнеше дубльді таспалап қойған соң ғана өзімді киноға түсіп жатырмын деп толыққанды айта аласың. Әзірге алдағы айларда мен түсірілім алаңынан табылатын 1-2 жоба бар. Қандай екені нақтылап айтпай-ақ қояйын. Негізінде 2 телехикая. Вот этого года, 2019 года. Но пока я не буду говорить о чем эти фильмы. Я могу сказать, что это сериалы, 2 сериала пока. А как относитесь к тому, что сейчас очень много картин? Қазіргі таңда қазақстандық картиналардың басым көпшілігі комедия жанрында таспалануына қатысты не айта аласыз? Негізінен комедиялар той тақырыбында. Ауылдық жерден қалаға көшу, қаладан ауылға кету секілді тақырыптарды қозғайды. Бұл қандай тенденция? Из города в регион. Вот как вам вообще эта тенденция? Вы знаете, эту тенденцию я не приветствую. Эта тенденция идет вразрез с общими понятиями. Бұл тенденцияны мен дұрыс қабылдаймын. Өйткені біздің мамандығымызға бұл қарама-қайшы келетін үрдістер. Біз киноның ең алдымен тәрбиелік құрал екендігін ұмыттық. Біз мұны білеміз. Мысалы, Сәбит Құрманбековтың картиналары жамандық пен жақсылықтың арасын ашып көрсетеді. Мұндай жеңіл-желпі жанрда емес. Өзіміздің әріптес режиссерлермен бұл тақырып жайын жиі талқылаймыз. Әсел Садуақасова, продюсерлер Нұртас Адамбай мен Нұрлан Қойынбаев бәріміз бұл комедия дәуірінің дәурені санаулы екендігін жақсы ұғынамыз. Мұны тоқтату керек. Салмақты жобаларға күш сала бастау қажет. Ну это, знаете, это такая вот сейчас как бы такая тенденция на комедии, в комедии. И сейчас уже многие задумываются о том, что пора бы с этим заканчивать. Демек, бұл тренд қолдырауға ұшырап бара жатыр ма? Идет на спад и будет новый тренд. Я, бұл уақытша ғана нәрсе. Это период, вот есть это этап. Бұл қазақстандық киноның дамуының бір кезеңі дегіңіз келе ме? Я, кино саласының заманауи бағыттағы дамуы. Олар өздерінің қолдарын шынықтырып, көрерменін тауып, аттарын қалыптастырып жатыр. Кейін салмақты фильмдерді таспалауға болады. Қазір комедияны түсіріп жүрген режиссерлер уақыт өте пайдалы кино өнімдерді қолға алады деген ойдамын. Бұл үшін қатты қуанышты болар едім. Перенасытившись комедиями, гэгами всевозможными, все-таки он пойдет и на серьезное кино. Біздің бүгінде еңбек етіп жүрген режиссерлеріміз бұл аса пайдалы сөздеріңізге келешекте құлақ асады деген ойдамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз елімізге белгілі актер Жанбай Жанбаев. Келгеніңіз үшін көп рахмет. Рахмет. Кино әлемде мынадай таңбасы бар бір марапат түрі бар. Оны кімге және не үшін берілетінін білесіз бе? Бұл трейлердің таңбасы. Сәйкесінше жүлдені ең үздік трейлер үшін табыстайды. Мәселен, 2017 жылы Малыш на драйве және Дюнкерк фильмдері осы сыйлыққа лайық деп танылған. Бастапқыда әр фильмнің жарнамасы картина жарыққа шыққаннан кейін ғана берілетін. Сондықтан да бұл роликтерді трейлер деп атаған. Яғни негізгі фильмнің көрсетілімінен соң шығатын үзінді. Кейін жарнамалаушылар көрермендердің негізгі фильмді көріп болған соң жаппай тұрып кетіп қалатынын байқайды. Содан бері жарнамалық роликті фильмге дейін көрсету үрдісі пайда болды. Демек, әдіс өзгергенімен атауы қалып отыр. 1999 жылы Лукас фильм студиясы «Скрытая угроза» фильміне трейлер шығарды. «Звездные войны» франшизасының жанкүйерлері өздерінің сүйікті фильміне билет алмай, бейтаныс бір картинаның жаңа трейлерін көру үшін ғана ақшаларын аямайтын болған. Осылайша «Скрытая угрозаның» авторлары қыруар кассалық қаражатқа қол жеткізген. Тағы да бір мысал. Кинотеатр қызметкерлерінің айтуынша, «Знакомьтесь, Джо Блэк» фильмі үлкен экрандардан көрсетіле бастағаннан бері залда бірде-бір бос орын қалмайтын болған. Алайда келген көрермендердің көбі трейлерлер бөлімі аяқтала салысымен залдан шығып кеткен. Трейлер түсіру процесі фильмнің алғашқы түсірілім күннен ақ бастау алады. Уақыттың тығыздығына байланысты мазмұнды видео жасау үшін шикі кадрларды жинауға, режиссердің алаңдағы айқай естілетін көріністері бар материалды қолдануға тура келеді. Оның үстіне трейлер жасайтын команданың қолына түскен видеоның өзі негізгі фильмнің қорытынды монтажына ұқсамауы мүмкін. Себебі фильм промосынан қатты ерекшеленетін кездер жиі болып жатады. Трейлер өндіруші мамандар спойлерлер туралы да ұмытпаулары керек. Мәселен, қандайда бір кино әлемінің кезекті сериясы шықпас бұрын трейлер жасаушы компания мен киностудия арасында міндетті түрде келісім шарт құрылады. Содан кейін ғана трейлерде көрсетуге болатын және жариялануына қатаң түрде тыйым салынған кадрлар жіті іріктеуден өтеді. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы.
Келесі эфирде біз Дженнифер Лопестің қатысуымен жарық көрген «Начни сначала» драмасы, продюсер Сильвестр Сталлоненің «Крид 2» спорттық драмасы және жаңа «Келинка тоже человек 2» отандық комедиясы аясында әңгіме өрбітеміз. Келесі аптада кездескенше.